Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Мұрын бітелуінің жою жолдарын білесіз бе? Қыста жиі кездесетін жағдайдың бірі ағза суықтағанда мұрынның бітелуі. Яғни мұндайда ағзаға вирус, бактериялар өтіп, адамның мазасын алады, иіс сезуді, ұйқыны нашарлатады. Оттегі аз жететіндіктен мұндайда ми жұмысы да бұзылады. Адам жаңғалақ болып, зерде зейіні есте сақтау қабілеті кемейді. Науқас түшкіріп, пысқырып мазасызданады, басы ауырады, айналады, қан қысымы көтеріледі. Синусит, гайморит сияқты күрделі аурулар осыдан кейін өршиді. Тамшыларға тым сенбеңіз. Мұндайда жұрт дәріханадан мұрынға тамызатын тамшы түріндегі арнайы дәрілерге көбірек жүгінеді. Бұл дұрыс емес, себебі тамыр тарылтатын домбығуды басып, жағдайды біршама жеңілдеткенімен көп қолдана берсе, мұрынның жалғақты қабатына зияны тиеді. Сондай-ақ жиі қолданған жағдайда оған мұрын үйреніп, ешқандай да пайдасы тимей қалады, керісінше зияны тиюі мүмкін. Жұмыртқамен жылытыңыз. Мұрын бітеліп мазаны алғанда бал, лимон қосылған шай, жылы сусындар ішіп, мұрынға құрғақ жылы басу керек. Бұған пісірілген жұмыртқа немесе картоп қолдануға болады. Шүберекке оралған жылы құм қолданатындар да бар. Бірақ бұл әдістерді тек бастапқы кезде қолданған абзал. Ал мұрыннан аққан су қоюланып, түсі сарғыш, жасыл тартқанда, дене қызуы көтерілгенде бұлай істеуге болмайды. Мұрынды арнайы физикалық ерітінділермен шаю керек. Бұған теңіз тұзы, шай шөп, зверобой, түймедақ, ромашка тұнбаларына тең дәрежеде қайнаған су мен лимон шырынын қосып қолдануға болады. Қабынуды тоқтату үшін мұрынға жартылай қосылған каланхоя, алоэ, қызылша шырынын тамызса жақсы болады. Мұндайда ол ортаңғы құлаққа жетердей болып, ішке өтіп кетпеу керек. Эфир майларына жүгініңіз. Вирустарға, бактерияларға қарсы эфир майлары жақсы жәрдемдеседі. Қылқан жапырақты, эвкалипт, цитрус, жалбыз эфир майлары пайдалы деп жазады. Сарғыш қағаз немесе матаны орап алып, бөлме ішіне, киімге, жастыққа қоюға, тамызуға, перделерге шашуға болады. Хош иіс бөлетін шамдарға пайдаланса да жақсы. Сондай-ақ дәріханалардан ингалятор пластир алып қолданса да дұрыс. Науқас жатқан бөлменің ауасын ылғалдандырып тұру керек. Залалсыздандыруға пияз, сарымсақ қолданыңыз. Көзді жұмып тұрып, күніне 3 мезгіл 15 минуттан иіскеуді әдет етсеңіз, вирус және бактерияның әсерінен қорғайды. Апельсинді әр жерінен тесіп, оған құрғақ қалампыр жаншып, төсек жанына қойса да көмектеседі. Жалпы мұрын бітіп, мазаны алғанда дұрыс емделумен қатар тынығу да маңызды. Сондықтан кемінде 2 күн демалу немесе 1 апта емделу керек. Денсаулығыңыз мықты болсын.